Таңғы ауыл. Желдің қоңыр лебі еседі. Тау жақтан бұлт баяу жылжып келеді. Үйлерден түтін шығып, иттің үргені мен балалардың күлкісі алыстан естіледі. Осы ауылдың ішінде Айман мен Жанболаттың шаңырағы бар еді. Бұл отбасы көпке үлгі саналатын. Тату-тәтті отбасы. Жарасымды жұп деп бәрі сүйсінетін. Бірақ сырт көзге көрінген бақыттың артында кейде жан жарасы жатады. Бір күні оның жүрегін қақ айырып түсетін ауыр шындыққа тап боларын. Күйеуінің көзіне шөп салғанын білген сәт өміріндегі ең қаралы күн болды. Бірақ ол жылап қана қойған жоқ, ол таңдау жасады. Қандай шешім дейсіз бе? Әңгімені бастамас бұрын арнаға жазылып, соңына дейін бірге болыңыздар. Ауылдың шетінде Айман мен Жанболаттың шағын ғана үйі бар еді. Бұл үйді олар 10 жыл бұрын шаңырақ көтергенде үлкен үмітпен, қуанышпен салған. Көрші қолаңда жас отау бақытты отбасы деп сүйсінетін. Айман да Жанболат та қарапайым еңбекқор жандар. Айман үйдің берекесін кіргізетін, балаларын тәрбиелеген, жылы жүзімен жұртқа сүйкімді болған әйел. Ал Жанболат ауылдағы аты шыққан шебер, суармалы егіншілікке еңбек ететін, қолынан бәрі келетін азамат еді. Олардың бір ұлы мен бір қызы болды. Үй іші у-шуға толы, балалардың күлкісі аулада жаңғырық болып жататын. Сырт көзге бәрі мінсіз еді. Бірақ уақыт өте келе Айман күйеуінің мінезіндегі өзгерістерді байқай бастады. Бұрын үйге асығып келетін Жанболат соңғы кездері кешігетінді шығарды. Телефонын жиі қолынан тастамайтын болды. Кейде сыртқа шығып ұзақ сөйлесіп келетін әдет тапты. Айман іштей бір нәрсені сезгенімен ешкімге тіс жармай жүрді. Әйел жүрегі алдамайды ғой. Кейде түн ортасында күйеуінің қасында жатса да, өзін жалғыз сезінетін. Бәрі жақсы сияқты, бірақ бір нәрсе дұрыс емес деп ойлай беретін. Бір күні кешкісін Жанболат жұмыстан шаршап келіп диванға қисая кеткенде телефоны жанында қалып қойды. Экранда Гүлнұр деген есім жылт ете қалды. Айман жүрегі дүрсілдеп, қолы қалтырап кетті. Телефонды ашпады, бірақ сол сәттен бастап оның ойынан бұл есім кетпеді. Келесі күндері ол күйеуін барынша байқатпай бақылады. Жанболат болса, әдетінше күліп ойнап, балаларын еркелетіп, барлығын жасырғандай болатын. Айман одан жауап күтті, бірақ сұрақ қоя алмады. Бір күні Жанболат: «Айман, мен қалаға барып келемін. Жұмыс бойынша 2-3 күн болам», деді. Айман үнсіз ғана басын изеді. Бірақ іштей күдік маза бермеді. Шынымен жұмыс бабымен бара ма?
әлде басқа себебі бар ма? Жолға шығып кеткен соң Айман көп ойланды. Ақыры шыдай алмай артынан баруды шешті. Балаларын әпкесіне қалдырып, өзі қалаға жол тартты. Қалаға жеткен соң таныстары арқылы күйеуінің қайда тоқтағанын білді. Кешке көрсетілген мекенжайға келді. Жүрегі алай-дүлей. Есікті ашып қалса, дастархан басында Жанболат отыр. Оның қасында жас әйел, дәл сол Гүлнұр. Айман ішке кіргенде екеуі де абдырап қалды. Міне, ақыры көрдім ғой. Осы ма сенің жұмыс бағымдағы ісің? Деді Айман тістене. Жанболат ауыр күрсінді. Айман, сен... деп үнсіз қалды. Сәлден соң, бұл Гүлнұр. Мен оны біраз жылдан бері танимын. Бірақ ол басқа, бұл... деп айтар сөзден жаңылды. Айман көзіне жас алып, басқа дейсің бе? Ал бізбен өткізген 10 жыл қайда? Балаларың ше? Деді. Сол сәтте Гүлнұр орнынан тұрып, Айман, мен сізді сыйлаймын. Бірақ мен де Жанболатты жақсы көремін. Ол маған сүйеніш болды. Бізді тағдыр кездестірді, деді. Айман қатқыл үнмен, сендер таңдауларыңды жасадыңдар. Бірақ бір нәрсені ұмытпаңдар. Балалар менікі. Олар сендердің ойыншығыңа айналмайды. Деді де есікті тарс жауып шығып кетті. Қала көшесінде жүріп келе жатқан Айман көз жасын тыя алмады. Бірақ ішкі дауысы оған: сен мықтысың. Өмір осымен тоқтап қалмайды. Бұл сынақ, жаңа жолдың бастамасы, деп сыбырлағандай болды. Айман ауылға оралғаннан кейін өзін қолға алуға барынша тырысты. Балаларын ойлап күш жинады. Таңнан кешке дейін жұмыс істеп, қол өнермен айналысты. Шағын дүкен ашты. Тігін үйренгісі келетін әйелдерге сабақ берді. Көп уақыт өтпестен ауылда сыйлы, беделді адамға айналды. Бір күні ауылдағы мәдениет үйінде үлкен жиын өтті. Айман балаларымен бірге барды. Залда отырғандардың арасында Гүлнұрды байқап қалды. Оның жанында Жанболат отыр еді. Айман бір сәтке сіресіп қалды. Бірақ өзін қолына алып, салқын жүзбен қарады. Жиыннан кейін сыртқа шыққанда Гүлнұр жолын кесті. Айман, деді ол жай дауыспен. Біз саған көп қиянат жасадық. Мен әйел ретінде тек бақыт іздедім. Айман салқын жүзімен қарап тұрып: сен бақытты өзгенің көз жасынан іздедің. Ал мен бақытты балаларымның күлкісінен таптым, деді де бұрылып кетті. Бұл сөз Гүлнұрдың жүрегін жаралап өтті. Ал Жанболат алыстан үнсіз қарап тұрды.
айтқысы келгені көп еді, бірақ батылы жетпеді. Айман болса өткенін артта қалдырып, жаңа өмірге қадам басты. Ол енді әлде қайда мықты. Оның өмірін құлатпай ұстап тұрған балаларының махаббаты еді. Жылдар өте келе, ол ауылдағы үлгілі әйелдердің біріне айналды. Жұрт одан кеңес сұрайтын болды. Бір кеште Айман ауыл асына шығып, күннің батуын тамашалап отырды. Балалары ойнап жүр. Сол сәтте ол іштей: өмір сынақсыз болмайды, бірақ мен сол сынақтан сынбай өттім. Менің жеңісім осы, деді.